Ассалаумағалейкум, мен көрермен. Қалайсыздар? Үйштеріңіз аман ба? Өздері қалайсыздар? Бүгін бізде жаңбыр жауып тұр. Бірақ сіздер үшін бүгін видео түсіремін. Тауықтарымды, ешектерімді түсіретін. Жаңбырға қарамастан күн өте тамаша. Жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр жауған жақсы ғой негізінде. Шөптер көктей бастайды, жайлап тез өсе бастайды. Біздің тауықтарымыздың жүндері түсіп жатыр деп басқысы келіп жүр тауықтар. Ешкілеріміз қораның ішінде тығылып тұр. Что-то мына отырсыңдар. Сымда жинап түсіріп, сымға оратылып қоя береді. Төгер екенсіңдер ғой. Сол. Что там, қыздар? Қараш, жерге туып тастапты. Мінекей. Тумаған туғысы келіп жатыр, молодец. Бізде тауықтар жерге туып тастайды. Мана келіп алып кетіп едім, қазір тағы да алайын деп отыр. Қараш, жерге туып тастайды. Оған да шүкір, бірақ тумағаннан жақсы ғой. Қайтып тусуда жұмыртқа беріп тастап болды бізге. Мына брамалар қанаттарын ашып алып жаманнан демалып тұр. Кішкене. Осы қазір 2 сағаттан келіп ана жұмыртқасын алам. 2 сағат сайын келіп тұрамын қораға жұмыртқа алып кетуге. Бүгін күн кішкене жаңбыр жауып тұр, бірақ тауықтар оған қарамастан жұмыртқа туып жатыр. Азғантай жұмыртқа туса да әйтеуір туып жатыр. Біздің тауықтарымыз. Шипірдің тесік болғаны осы. Так, онда жұмыртқа жоқ па? Онда тумаған. Осы менде тауықтар жұмыртқа басқысы келіп жүр, бірақ ала берсе бастырам, пока қора жоғын бастыратын. Оларға бөлек бір шағын бірдеме салып қойым керек, ішіне жатқызып бастырып алатындай. Менде пока ондай жоқ, ештеңе. Осылай қырқылдап жүр тауықтар. Мына әтешіміз светлый брам әлі айқайлап жүрген жоқ. Әтеш пе тауық қой өзі білмейді сияқты не екен. Видео осы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Міне жұмыртқалар мынандай кішкентай. Қазақи тауықтікі. Ана кішкентай тауықтардікі, ана өз жерде жүрген мынандай тауықтардікі, мына кішкентай жүрген тауықтардікі, мына жұмыртқа. Явно солардың жұмыртқасы. Брамалардікі да осындай болады, брамалардікі, бірақ кішкене ақшылдау болады. Кішкене қызылға да ұқсас болады, кішкене қызыл ақ бола ма, сондай болады. Брамалардың жұмыртқалары. Әзірге осы. Менде 3 брама басқысы келіп жүр. Алла берсе, оғаға басатын орын дайындағаннан кейін жайлап бастырам. Өздері жұмыртқаға жатқан бойда бастырам. Ал бұлай өздері жатпаса, оны пока бастырмайым. Әзірге осы. Жақсы, сау болыңыздар. Міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Жаңадан видео шыққан сайын ең бірінші болып көріп отырасыздар. Ол үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.